Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен қазіргі кезде трендке айналған шапка балаклаваны тоқитын боламыз. Тоқылу өте оңай. Осындай екі ушкасымен осындай бізде шапка. Егер де осындай шапканы тоқып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сабағымызға қажетті құралдар: жіп, крючок, қайша, сантиметрлік лента, маркер және де ине. Менде плюшевый жіп 100 граммда 120 метр. Сыртында этикеткасы жоғалып қалды. Осындай жіптен полный бір моток кетті және екінші мотоктың кішкене бөлігі кетті. Және 4,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең алдымен воздушный петлядан цепочка тоқимыз. Түйін түйіп аламыз бірінші. Енді воздушный петля тоқимыз. Воздушный петлядан цепочканы 32 сантиметр болатындай етіп тоқимыз. Яғни біздің цепочканың ұзындығы 32 сантиметр болады. Неге осылайша етіп тоқып аламыз. 32 петля емес, 32 сантиметр. Тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым? Менде 32 сантиметрде 45 воздушный петля болды. Енді бірінші қатардан бастап тоқимыз. 2 воздушный петля. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы 2 воздушный петляны тастап, 3-ші воздушный петляға крючогымызды өткіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Крючогымызда 3 петля, осы 3 петлядан өткіземіз. Яғни полустолбик с накидом тоқимыз. Осылайша әрбір петляға бір полустолбик с накидынан тоқып шығамыз. Соңғы 5 петляны тоқымаймыз. Яғни 40 полустолбик с накидом тоқимыз. Әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан. Полустолбик с накидымның тоқылуы мен каналымда бар, сілтемесін описание қалдыратын боламын. Неге осылайша соңғы 5 петляға дейін тоқитын боламыз. Тоқып шығайық. Неге тоқып алдым. Енді соңғы 5 петляны столбик без накидамен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 столбик без накида. 1 воздушный петля. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді петляның артқы бетінен алып тоқимыз. Петляның екі бетінен емес, артқы бетінен аламыз. Артқы бетіне крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Петлядан өткіземіз. Неге бір полустолбик, кешіріңіздер, столбик без накида. 2 столбик без накида. 3 столбик без накида. 4 столбик без накида. Және 5
столбик без накида. Яғни столбик без накида. Мынау бізде шапкамыздың жоғарғы бөлігі. Енді қалған петляның барлығын полустолбик с накидымен тоқимыз. Яғни менде 40 полустолбик с накидімді тоқимыз. Петляның артқа бетінен алып тоқимыз. Мінекей. Осылайша тоқимыз. Тоқып шығайық. Мінекей мен тоқып алдым. Енді келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петлядан бастап полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни 40 полустолбик с накидом. Әрбір петляға бір полустолбиктен тоқитын боламыз. Тоқып шығайық. Мінекей 40 полустолбик тоқып алдық. Енді 5 столбик без накида тоқимыз. Екі, үш, төрт, және 5. 5 столбик без накида. Бір воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Енді 5 столбик без накида тоқимыз. Кешіріңіздер. Яғни біздер столбик без накидамен аяқтаған болса, келесі қатарда столбик без накидамен бастаймыз. Яғни шапканың жоғарғы бөлігінен аяқтайтын болсақ, столбик без накидамен бастап тоқитын боламыз. Ал төменгі жағынан аяқтаған болсақ, полустолбик с накидымен бастаймыз. Яғни 5 столбик без накида тоқимыз. Мінекей 3, 4, және 5. 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 полустолбик. Столбик без накида. Онан кейін 40 полустолбик с накидом. Петляның артқа бетінен тоқимыз. Әрбір қатарда полустолбикті да столбик без накида екеуінде петляның артқа бетінен алып тоқитын боламыз. Осылайша қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Онан кейін тағы осылай тоқитын боламыз. Яғни біздер 17 сантиметр тоқимыз. Тоқып шығайық. 17 сантиметр. Мінекей мен тоқып алдым. Тоқуды соңы менде төменгі бөлігіне келді. Енді біздер мына екі ортадан көздің тұратын жерді белгілеп алу керек, көз көрініп тұратын. Ол үшін төменгі бөлігінен мына жерге дейін 20 петля санап аламыз. Енді сол 20 петляны тоқитын боламыз полустолбик с накидымен. Бір воздушный петля. Онан кейін әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан 20 полустолбик тоқимыз. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Markerге дейін тоқитын боламыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 полустолбик. Енді бір воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз да, тағы да 20 полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан. Осылай петляның артқы бетінен алып тоқимыз. Осылайша бірнеше қатар тоқимыз, яғни 17 сантиметр. Тоқып шығайық өзіміз. Мінекей мен тоқып алдым. Менде 17 сантиметрге кішкене жетпей қалды. Енді мына жібімізді қиып тастаймыз. Тастаймыз да. Түйіп. Мына жіпті жасырамыз. Енді мына аяғын тоқимыз. Енді біздер мына жоғары қарай тоқитын боламыз. Ол үшін бізде маркерімізді аламыз. Осы маркер тұрған петля және қасынан тағы бір петля, яғни бізде ортада 2 петля қалады. Мына жағын тоқаймыз де. Яғни көздің көрініп тұру үшін. Мінекей. 1, 2, екіншісіне маркерімізді белгілеп аламыз. Енді үшінші петлядан бастап, мінекей, артқы бетінен бастап тоқитын боламыз. Артқы бетіне іліп аламыз жібімізді. Енді осы жерден бастап 18 полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни столбик без накида. Мына жерде бізде столбик без накида 5 бар, соған дейін 18 полустолбик. Менде 18 полустолбик с накидом тоқимыз. Петлямыздың артқы бетінен алып тоқимыз. Он 18 полустолбик с накидом. Тоқып шығайық мына жерге. Мінекей тоқып алдық полустолбик. Енді бізде 5 столбик без накида. Осы 5 столбик без накидаға 5 столбик без накида тоқимыз. 2, 3, 4 және соңғы 5 столбик без накида. Енді осылай қайталап тоқитын боламыз. Яғни бір воздушный петля кері қаратып айналдырып аламыз өзімізге қаратып. Бірінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз 5. Столбик без накида 5, 3,
4 және 5. Онан кейін қайталап 18 бұл столбик знакетін тоқимыз. Онан кейін қайтадан өзімізге қаратып айналдырып алып, 18 бұл столбик, 5 столбик без накида. Солайша бірнеше қатар тоқимыз, яғни мына жағымызда біз қанша тоқыдық, мына жақта да тура сонша қатар тоқитын боламыз. Өзіміз қатарда тоқып шығайық. Мінекей мен тоқып алдым. Міне мына жерде 11 қатар менде және мына жерде 11 қатар. Мінекей 12-ші қатар тоқып жатырмын. Екінші қатар тоқып жатырмын. Екеуін екінші қатар. Енді мына екеуін біріктіруіміз қажет. Яғни мынадай тоқимыз тағы да. Ол үшін екі жағын біріктіріп алуымыз қажет. Екі воздушный петля тоқимыз. Шипті крючокқа ілеміз. Мына жақта бізде 20 полустолбик. Шипті крючокқа іліп, бірінші петлядан бастап артқы петлясына тоқып кетеміз. Бізде бірікті. Енді ары қарай 20 полустолбик знакетін тоқитын боламыз. Тоқып шығайық. Мінекей мен қатарын соңына дейін тоқып алдым. Енді тағы бір воздушный петля тоқимыз да өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Онан кейін тағы да әрбір петляның артқы бетінен 20 полустолбик знакетін мына жерге дейін тоқып аламыз. Воздушный петляға дейін. Мінекей воздушный петляға дейін тоқып алдық. Енді воздушный петляға да тоқитын боламыз. Екі воздушный петля тоқимыз. Онан кейін 18 полустолбик. Онан кейін 5 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін қайтадан өзімізге қаратып айналдырып аламыз да тура мына жақта тоққандай етіп, әрбір қатарда тоққандай етіп тоқитын боламыз. Осы қатарды соңына дейін тоқып алайық. Маркерге, кешіріңіздер, столбик без накидаға дейін тоқимыз. Мінекей. Енді 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик без накида. Енді біздер ары қарата
тура осылай етіп тоқи беретін боламыз. Яғни әрбір қатарды қалай тоқыдық, тура солай тоқитын боламыз. Солайша бірнеше қатар тоқимыз. Қазір мен жерде сантиметрді өлшеп алайын. Неге 34 сантиметр, менде наралып 34 сантиметр. Мен бас айналымы 56 сантиметрге тоқып жатырмын. 56 сантиметрден минус 10 сантиметр аламын. Яғни 46 сантиметр. 46 сантиметр болатындай етіп мен арқарай тоқуым қажет. Менде мына жерде 34 сантиметр. Енді 46-ға қанша жетпей тұр бізде? 12 сантиметр. Арқарай 12 сантиметр болатындай етіп қатар тоқитын боламын. Он 12 сантиметр болатындай етіп қатар тоқып аламын. Қазір мен тоқып алайын, содан кейін қанша қатар тоққанымды айтатын боламын. Арқарай тура осылай етіп тоқитын боламыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым. Енді мына екі бетін қосып тоқитын боламыз. Мен төменгі бөлігінен аяқтадым. Енді екі жағын біріктіреміз. Крючогымызды петляның артқы бетінен аламыз. Артқы бетінен аламыз, онан кейін мына бетіндегі петлядан аламыз. Жіпті крючокқа іліп шығарамыз. Және мына петлядан да өткіземіз. Мына петлядан да өткіземіз. Яғни біріктіреміз. Келесі петляның артқы бетінен аламыз. Онан кейін мына бетіндегі петлядан аламыз. Жібімізді крючокқа іліп шығарамыз. Онан кейін осылайша біріктіреміз. Яғни біріктіру арқылы біздер екі бетін біріктіретін боламыз. Яғни соединительный петлямен. Петляның артқы бетінен аламыз. Онан кейін мына бетіндегі петлядан аламыз. Осылайша біріктіріп шығамыз екі бетін. Соңына дейін осылайша біріктіріп шығамыз. Неге мен тоқып алдым. Енді жібімізді кішкене қиып аламыз. Осындай етіп қиып аламыз. Енді біздер мына төбе жағын жабуымыз қажет. Ине менде осындай пластиковый ине, тоқыма жіпке арналған. Егер осындай инелеріңіз болмаса, кәдімгі инені пайдалансаңыздар болады. Мына петлядан өткіземіз бірінші. Кішкене тартамыз. Неге бізде мынадай петлялар бар, мінекей. Осылай көрініп тұрады. Осы петлялардан өткізіп ақырындап тартамыз. Егер сіздер осындай плюшевый жіптен тоқып жатқан болсаңыздар, ақырындап тартыңыздар. Бір-бірден алып, осылай ақырындап тартамыз.
осылайша тігіп шығамыз. Осылай ақырын тартып отырып тігіп шығамыз. Петлядан аламыз. Өзіміз айналдыра тігіп шығайық. Мен тігіп алдым және бірнеше мәрте айналдыра тігіп шықтым. Онан кейін инені теріс бетіне қарай өткіздім да. Теріс бетіне қарай өткіздім. Менде жібі. Енді жіпті қиып тастаймын. Қиып тастап, осы екі жіпті бір-біріне түйіп, онан кейін жіптің барлығын жасырып қоямын. Біздің шапка балаклавамыз дайын. Енді осыған біздер ушка тоқимыз. Осындай ушка. Біреуін тоқыдым, енді екіншісін сіздермен бірге тоқимыз. Жібімізді мына кіші бөлігін кішкене ұзынырақ етіп аламыз. Осындай. Енді 12 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 воздушный петля. Жіпті крючокқа ілеміз. Бір петляны тастап, екіншісінен бастап полустолбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға полустолбик с накидом, яғни әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан тоқимыз. Сонда барлығы бізде 11 полустолбик с накидым болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 полустолбик. Бір воздушный петля. Кері қаратып айналдырып аламыз өзімізге. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петляның артқы бетінен полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни 11 полустолбик. Осылайша 10 қатар тоқимыз. Әрбір қатарда 11 полустолбик с накидымнан тоқитын боламыз. 2, бір воздушный петля, кері қаратып айналдырып, петляның артқы бетінен полустолбик с накидым тоқимыз. Осылайша етіп 10 қатар тоқимыз. Бізде 2 қатар тоқылды, енді 8 қатар тоқимыз. 10 қатар тоқып алдым, онан кейін жібімді қиып, инені өткізіп алдым, инеге өткізіп алдым. Енді осылайша біріктіреміз бір-біріне. Онан кейін екі шетін біріктіріп тігеміз, онан кейін аяғын тігеміз.
мінекей осылайша алып тігеміз. Мінекей осылайша, онан кейін инені мына жіптен өткіземіз да, мына бетін тігіп аламыз. Ішке қарай, теріс бетіне қарай өткізіп, мына жіпті түйіп, қиып тастаймыз. Онан кейін мына жағын тігеміз. Мінекей біздің екі ушкамызды дайын. Енді осы ушкамызды шапкамызға орналастырамыз. Мінекей бізде бір қатар, мына отрезкадан кейін мінекей бір, екі, үш қатар, я? Осы үш қатардың кейін мінекей мына жерге орналастырамыз. Где-то мына жерде 5 сантиметр төмен қарай түсіп орналастырамыз. Осы жерге и мына жерге орналастырамыз. Яғни тігеміз. Мінекей мен бір қылағын тоқып алдым. Енді екінші қылағын сіздермен тоқитын боламыз. Инеге шивімді өткізіп алдым осылай. Енді жоғарғы бөлігінен, мына жерде бізде столбик без накида бар, жоғарғы жағында. Столбик без накидадан кейін полустолбик біреу, екіншісінен бастап, мына жағында 3 қатар, 1, 2, 3, үшінші қатардың жанынан тоқитын боламыз. Осы жерден тоқимыз. Орналастырып аламыз. Онан кейін мына жерде примерно осы жерден тоқимыз. Маған мына төменнен бастап жоғары қарай тіккен ыңғайлы, мен солай тігемін. Мына жағынан жоғарыдан төмен қарай тіктім. Мына жағынан төменнен жоғары қарай тігетін боламын. Примерно осылай тігем. Булавкамен қыстырып алсаңыздар да болады. Кәдімгідей осы жерден алып тігетін боламыз. Екі жағында алып тігеміз.
құлағымызды кішкене майыстырып отырамыз осылай. Мінекей осылайша етіп тігіп шығамыз. Солай бір қылағын тігеміз, сонан кейін екінші қылағын да тігеміз. Мінекей мен екі қылағын да тігіп алдым. Артық жіптердің барлығын қиып, жасырып қойдым. Сонымен біздің шапкамыз дайын. Қыздар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер осы видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең бастысы, қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан қандай видео сабақтар көргілеріңіз келеді, сонда пікірге қалдыра кетіңіздер. Барынша сіздердің сұрауларыңыз бойынша видео сабақтар түсіруге тырысатын боламын. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.